Облыс әкімдігі тарапынан өңірде интернет алаяқпен күрес бойынша қажетті шаралар қабылдануда. Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру, азаматтардың мүдделерін қорғау, заңсыз қаржы схемаларын жүргізілудің алдын алу жөнінде 1 миллионнан астам адамға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Облыс әкімдігі тарапынан құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 17 миллион теңге бөлініп, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. 400-ге жуық билбордтар мен 27 LED экранда материалдық жарияланды. 20 мыңнан астам брошюралар таратылды. Оның ішінде 3 миллион теңгеге қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысқан азаматтарға көтермелеу үшін бөлінді. Облыс әкімдігі тарапынан бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады. Құрметті Алматы облысының тұрғындары мен қонақтары, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі киберқылмыспен, оның ішінде интернет алаяқтықпен күрес жөніндегі бағдарламасын іске асыру мақсатында ағымдағы жыл басынан Алматы облысы полиция департаменті, криминалдық полиция басқармасы мен жедел іздестіру іс-шаралары жүргізу барысында 74 күдікті тұлғалар құрықталып, олардың 46 түрлі қылмыстық істерге қатысы бар екендігі анықталды. 117 қылмыстық іс аяқталып сотқа жолданды. Қылмыстық жолмен заңсыз қаражат айналдырумен айналысқан 62 адам ұсталды. Күнделікті мониторинг жүргізу барысында 177 жалған интернет сайт тоқтатылып, қылмыстық жолмен түскен 56 тұлғаның есеп шоттары бұғатталып, 36 миллион 462 мың теңге жәбірленушілерге қайтарылды. Криминалдық полиция басқармасы мен интернет алаяқтық қылмыстарын алдын алу және оларды ашу бойынша жұмыстар жалғастырылуда.